Бұған жас кедергі емес. Бұл оқу өзің есің барда оқи беру керек. Мен жасым 83-ке қарадым, 41-ші жыл. Мен өзім дәрігермін. 2017-тен бастап зейнеткерлікке қалдым. Мен жалпы қазір зейнеткерлердің қоғам бар, заттығы негізі соған барып қатынасып жүрмін. Сосын өзім көбіне жаяу жүремін. Көлікке мүмкін болса мінбеймін. Қалада бір сағат сағаттық жолдар баратын жерге мен өзім жаяу барамын. Күні күнге дейін жаяу жүремін. Күнде кеміне бір 10-12-13 километр жаяу жүремін. Күнде. Зейнеткерлердің қоғам бар. Сол жерде жаттығу өтеді, сабақ өтеді. Сол жерде бізді басқарып жүрген басшымыз айтты, осылай пәлен күн болады, ашылатын рәсім болады деп. Ашылатын рәсіміне келдік. Содан кейін тіркелдік. Бұл жерде біз жалпы Маңғыстаудың өзі ашық аспан мұражай ғой. Соны үйреніп, соны келген қонақтар болса, соларға үйретейді деп, көрсетейді деп жүрген жайымыз бар. Құдайға шүкір, әзір денсаулығымыз жарайды. Соның үшін өзіміз білімімізді жетілдіріп жатырмыз. Компьютерде оны енді бұрын оқыдық, оқымаса күнделік істемеген соң ұмытылады. Соны қазір үйреніп жатырмыз. Жаңа уже 3 күндей болды. Бізге сол мына экскурсия туралы үйретті. Компьютердің кеше өткен сабақта сол компьютердің несін қалай керектігін түсіндіріп айтты. Ұмытшақ болмау үшін жаттығу керек. Сосын мына құлақта 170 нүкте бар. Соны таңертең тұрғанда қолың уқалау керек. Сонда ми көріктенеді, оттегі барады. Мен енді Иван Павлович Ньювакин деген ғалым бар, естіңіздер, космонавтарды 30 жыл дайындаған, 20 жыл тамағын зерттеген. Мен қазір уже 6-7 жыл соның ұстанымен жүремін. Оның эндоэкология деген кітап бар, ол күнделікті оқып тұратын кітап. Мүмкіндік берсе оқу керек. Қазір мүмкіндік берді, 3 ай оқуға. Соны қолданып жатырмыз, оқып жатырмыз. Мен қажетті болсам, туристер келсе, осылай үлкен адамдар келсе, соменен соларға басшы болып баратын болсаңыз, солар түсіндіретін болсаңыз, мен дайынмын. Біз келгелі оқитын жеріміз жарық, бәрі құрал саймандары бар, көрсетіп тұр, қазақ тілінде, орыс тілінде түсіндіріп жатыр. Күміс университетіні ұйымдастырып, университеттің басшыларына рахметіміз шексіз. Осы ұйымдастырған және де осындай нелерді оқуды ұйымдастырса, біз соған қатынаса береміз. Денсаулығымыз мүмкіншілігі бар, қазір соның үшін қатынасамыз. Рахметіміз шексіз Есен университетінің басшыларына ұйымдастырып жатыр.